Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Біз теректідегі үйді ағамның үйін сылауға бара жатырмыз. Екі ұл кішкентай ұлды алдық, екі үлкенді сабаққа тастадық. Сол жерден қайын апам ала салатын болды. Нұрлан екеуміз үйге бардық. Үйдің іші суық тура. Сосын біраз нәрсе істеп тастадық екеуміз. Ол құлаған жерлерін бітеді. Мен сылауға кірісіп кеттім. Нұрлан пеш жағып, балалар деген бізбен жағаласып, қой десең қоймай біттік қой. Үй деген суық қой, содан балалар ауырып қалмасын деп Нұрлан жанталасып пеш жақты. Мен қалың киініп, ағамның жемпірлерін киіп, өзім апарған киімдер, жұқа киімдер ғой. Алешін тауып киіп, біраз нәрсе істеп кеттік. Полын жуып, біраз ыдыс аяғын осы жаққа көшіріп кеттік. Екінші үйді де жинадық. Сосын осы жақта біткеннен кейін балалар деген жағаласып болмайды ғой. Біресе анаған ұстайды, біресе мынаны ұстайды. Біресе кір жерге жата ма керек, неше түрлі істеді, ойларына келген істеді. Қалдырып кетпеп біз деп жүрдік. Мына жақтарды жуып қойғанымды түсіріп, видеоға түсіріп, видео отчет жіберіп жатқанмын ғой жеңгем мен апама. Мына жақтарды бәрін істеп тазалап жинап кеттік. Мына жақта да бәрін полын жуып сылап, ыдыс аяғын әкеп, пешін жағып, біраз нәрсені істеп кеттік. Сосын уже біз қайтқанша деген қараңғы болып бітті. Уже жезе келді еще кісі. Нұрлан мен жезе екінші жақты көбінесе сол кісілер жинады. Мен мына жақта жүрген кезде екеуі ағашын тасып, көмірін тасып, үйге біраз нәрсе істеп, сонымен балаларымызға қайтайық деп үйге қайттық. Қараңғы түсіп кеткен ғой біз қайтқанда.